Сәлем достар, сіздермен Ұлданай. Бүгін сіздермен осындай ерекше әдемі фунчоза салатын бірге жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Бізге қажетті барлық заттарды мен описание бөліміне грамдап барлық өлшемін қалдырып кететін боламын. Бізге осындай дайын фунчоза керек болады. Пакетінен алып ыдысымызға саламыз. Таза ыдысқа салу керек. Және үстінен қайнаған су, қайнап тұрған ыстық суымызды құйып 15 минутқа, ары кетсе 20 минутқа, егер қатты болып жатса, бетін ыдыспенен жауып, осылай жібітіп алатын боламыз фунчозамызды. Бұл салатқа мен сиыр етін қолдандым. Осылай видеодағыдай қатты жіңішке емес, қатты қалың емес қылып, осылай турап алатын боламыз. Кез келген ет түрін алсаңыздар болады сіздер. Және мына жерде мен 15 минут өткеннен кейін фунчозаның суын бөлек алып алатын боламын. Енді қажетті заттарымыз қуыруға кірісеміз. 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, етімізді ең алдымен қуырып алатын боламыз. Оттың астын жай басып қойыңыздар, себебі қатты қуырылып, қатты болып қалмасын етіміз. Келесі кезек бізде пияз. 2 бас пиязды алып, мен осылай жіңішке етіп турап алдым. Одан кейін бізге қызыл және көк перец керек болады, яғни болгар бұрышы. Бұны да осылай жіңішке етіп турайтын боламыз. Дәл видеодағыдай. Чеснокты мен осындай арнайы үгіткішпен үгітіп алдым. Және пиязымызды осы етіміздің үстіне қойып тағы да қуыратын боламыз. Көп қуырудың қажет жоқ. Шамалы қызарғанша қуырып аласыздар. Келесі кезек біз жаңағы дайын болған перецімізді де осылай қосамыз да шамалы 5 минут қана араластырып қуырып алатын боламыз. Достар, аз ғана су құйып, бетін жауып, боқтырып 20 минут ұстайтын боламыз, етіміз піскенше. Міне бізде етіміз пісті, және қалғанда заттарымыз пісті, әдем болып. Енді осы фунчозамыздың үстіне осы затымызды салып, барлығын араластыратын боламыз. Тұзымызды қосамыз. Міне чим-чим. 1 немесе 2 ас қасық қосасыздар. Дәміне қарай, егер дәмі қатты кірмей тұрса, тағы да қоссаңыздар болады. Соусты мен 1,5 ас қасықтай қостым шамамен. Және осындай дәміне, түріне әдемілік берсін деп, осылай кунжутты мен қуырмай салдым. Егер сіз қуырып салғыңыз келсе, қуырып салсаңыз болады. Ең соңында мен қостым чеснокты. Енді жақсылап барлығын араластырып аламыз. Мен дайын сатылып тұрған сәбізді алып араластырдым, өте дәмді болды. Ешқандай айырмашылық жоқ. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сау сәлеметте болыңыз.